Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 129-шы сабақ дара және күрделі сан есім. Сан есімдерді ажыратамыз, хабарлама жазуды үйренеміз бүгінгі сабағымызда. 36-шы жаттығу екі бағандағы сан есімдерді салыстыр дейді. Мінекей бірінші бағанда 6, 7, 8 деп тұр, я? Бұл бір ғана сөзден болған сан есімдер. Ал екінші бағанда 16, 27, 18 деп тұр екен. Бұлардың барлығы екі сөзден құралған сан есімдер, я? Яғни әр бағандағы сан есімдер неше сөзден құралған, олардың құрамына қарап өзің қорытынды жаса дейді. Бірінші бағандағы сөздер бір ғана сөзден құралған, я, сан есімдер. Екінші бағандағы сан есімдер екі сөзден құралған сан есімдер екен. Яғни, енді осыған қарай отырып, мынадай ереже шығады. Осы ережені оқып, есте сақтап алайық. Сан есім дара және күрделі болады. Дара сан есім бір сөзден құралады. Күрделі сан есім екі немесе одан да көп сөзден құралады. Күрделі сан есімдердің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Мысалы, 19, 112-ші. Мінекей, күрделі сан есім екі немесе одан да көп сөзден құралады екен, я? Және ол сөздер бөлек жазылады екен. 37-ші жаттығу мақалды жатқа жаз. Білгенің 19, білмегенің 99. Сан есімдердің астын сыз дейді. Мінекей, 19, 99 сызып қойдық, я? Мақалдың мағынасын түсіндір дейді. Білгенің 19, білмегенің 99 деген мақалдың мағынасы адамның білімі шектеулі, ал білмейтін дүниесі өте көп екенін айтады. Яғни қанша көп білсең де, білмейтінің одан да көп болады. Бұл кішіпейіл болуға, үнемі ізденіп, үйренуге үндейтін нақыл, яғни мақал екен, я? Біз бір нәрсені білсек, білмейтініміз өте көп екен. Сол себепті білгенің 19, білмегенің 99 деп айтады. Әрдайым ізденіп, үйрену үстінде болу керек біз, я? 38-ші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз дейді. Мінекей, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойсақ, мынадай өлең шығады. Ата мекен, байтақ екен, жерінде кен. Осы үш сөзді тиісті орындарына қойдық. Сонда бізде ата мекен, байтақ екен, жерінде кен деген өлең жолдары шықты, я? Осы өлеңді осылай қатесіз жақсылап көшіріп жазып аламыз. Келесі бізде 39-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Балалар демалыс күні тауға бармақшы болды. Сол сәтте оларға хабарлама келді. Оны оқыған балалар серуенді кейінге қалдырды. Қандай хабарлама келді деп ойлайсың дейді. Ауа райының өзгеруіне байланысты хабарлама келді деп ойлаймыз, я? Сол себепті балалар серуенді кейінге қалдырды. Берілген үлгі бойынша өзің хабарлама жазып көр дейді. Мінекей, үлгіде былай берілген хабарлама. Демалыс күндері тауға серуенге шығуға болмайды. Қар көшкіні жүру қаупі бар дейді. Ауа райын зерттеу орталығы. Ал біз былай жазсақ болады, я? Осы үлгіге қарап хабарлама. Өзен, көл, су аймақтарына ересектермен бірге бару керек. Жалғыз бару қауіпті. Осылай өзімізде хабарлама жазып көрсек болады екен. Біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ, тіркелуді ұмытпайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.